Халқымызда böyle айтым бар. Сағлығым, байлығымдыр. Керчіктен де, біріміз үшін сағлығымыз бірінші ерде тұра десек, yanlışмамыз. Біріміз тыш ағрысы меселесінен қаршылашқан еді. Тыш екімі түрлі вақытлары пек кереклі ве мұйым зенатларының сырасына кіреді. Бүгін де меселе айныдыр. Бүгін бұл зенатының векілері тышлерімізні сағлам тұтмақ ве тыш ағрысына ел бермемек үшін бізге ярдым етелер. Илк сефер тыш тедевилеві та 8-9 bin yıl evvelsi yapılaydı. Meraklı fakt. Бірінші тыш фырчыны та Академи Қытайда ишлеп чықарған еділер. Бұ тыш бақуында мұйым ерні тұтқан алет Авропаға тап 18-ші асырда келіп чыққан екен. Бұндан әвел иптидаи инсанлар асыл бір чубықның чатыны темізлеп, шу телернен тышлеріні темізлейділер. Бірінші тыш пастасыны исе чешу түрлі мальземелерден япа еділер. Шымдылық біз құланған пасталар та 1800 сенесі сабындан вебордан япылай. Статистикаға көре есе кальцияның 99% тамам тышлеріміздің теркібінде сақлы екен. Умумен сайсақ, бұтын омыр девамында бір кіші тыш темізлемесіне 38 күн айыра екен. Мутихасызларының фігірі нече? Біріміз тышлерімізні күн 2 дақиқа темізлемек керекміз. Бұның ненде тышлеріміздің сағлығы узви бағлы екен. Яқ междет сакинлері, бұл фактлар ақында білелер ме? Келіңіз бұны олардан сұрап бақайық. Вы знаете, но вообще рекомендуют врачи хотя бы раз в полгода. Но так как мы работаем и у нас времени ограничено, когда пока уже не заболит. Раз в год. Наверное, раз в полгода. Очень редко. Минуты 2 примерно вот так, да. Лично я как чищу, минуты 2 утром и вечером. Я не знаю, как должен чистить зубы человек. У меня прикольная электрическая щетка, от которой я кайфую. Я могу в ванной просидеть минут 10 просто с ней, потому что она реально прикольная. Мне нравится ей чистить зубы. 2 минуты. Может, Византия? Наверное, еще в Древней Греции, я так думаю. Даже не знаю. Ой, не знаю. Да, точно не знаю. Китай, наверное. Или Япония, да, Китай, наверное. Помню, что люди, которые древние, они что-то там палочки откусывали, нажевывали и этим чистили себе зубы. Вот это примерно было до нашей эры. Какой-то вроде бы итальянский, не помню. Өз сағлығынызға мұқай толып, тыш екіміне бармаға ұнытмаңыз.